Хей, йоу, баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен бүгін Айсоп. Так, в общем, достар, бүгін мен сіздерге қалай топ превью жасау керек екенін көрсететін боламын. Бізге үшін скин сид, ана бастрграунд ерасер, пысы, тауч және пиксель лаб керек болады. Біз бірінші скин сидқа кіреміз да. Скин сидқа кіріп, өзіміздің фото, яғни позамызды жасап аламыз. Бұлай қолды бұлай созып, мына қолды бүйтіп, міне осылай жасап аламыз. Менде негізі не бар? Поза, сол себептен пысы таушқа кіреміз біз. Пысы таушқа кіріп, мынаны басып фотогалерея, так, фон. И өзімізге осы фон ұнап тұрмаған. Осын таңдап алам. И нақта эффектті басамыз. Насыч дегенді бүйтіп, үстіп качествосын жақсартып аламыз. И слой фотогалереяға кіреміз. Так, ерасер дегенді басып, өзіміздің позамызды нақта үстіп орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін бізге не керек болады? Анау текст, менде ол текст бар. Топ превью деп жасап аламыз. Мына фотогалерея эффектті басамыз да. Жоқ, бұл бақтай. Эффектті басым, міне осы найзағайды жақсы үсті қойып аламыз. Міне жақсы болып тұр. Так. Мен наны дұрыс істемедім, сол себептен не істеп аламыз. Тұра берсін, топ превью. Болмай қалды. Бұл да болмай қалды. Болмай қалды жатыр. Әлде эффект қоспай қоямыз ба? Үстіп жасайық. Топ превью жайды. Үстіп қоя салайық енді. Фотогалерея өзімізге енді көптеген заттар керек болды. Осы фонды аламыз да. Артына қойып топ превью. Топ превью. Асты жаққа үстіп. Мен тамақ жасайын. Онда бұл бейсі. Мен болсам, тоже менде повар болам. Мен поварымын ба болды? Істеп алайық. Тамақ, пицца, сондай жасайын. Қалай жасайын? Тестоны аласың, тұрған жаясың, сыр қоясың, кетчуп аласың. Өзімізге ұнаған любой жасайын. Жоқ, любой не мысалы, төбесіне тұрғанда жасайсың ғой, қара. Олар жасап бересің. Соған тура ұқсатып жасап бересің. Мен шығарамыз банда. Үстіп жасайық. Таги фотогалереяны қайттан басамыз. Так. Өзіміздің немізді істейміз. Ойнамай қойсын. Давай кетіп басқаға қашып кетеміз. Қумас қайтып қашып. Міне. Осылай жақсы қояйық енді. Сосын біз өзіміздің стрелкамызды алайық. Жоқ, нағылай көрінеді. Онлайн игры держишь. Спасибо большое за такие подарки. Бағанша кішійтеміз міне. Осылай топ превью қалай жасайды дегенді үстіп істейміз. Сосын біз өзіміздікін тағы да кішігірім жақсарту үшін осы
Көкті аламыз да. Өте қыртыға қоя саламыз да. Не үстіп әдемі қылу үшін істейміз. Енді бізге керек болады ғой. Слушайте, тапсырыс беріп үйде Тогда Дима ағайды. Сосын біз өзіміздің превьюімізді норм қылу үшін осыны қоямыз ба? Жаман болып қалады. И сосын біз өзіміздің осы немізді адамымыздың фотосын басамыз да эффекттен осыны қоямыз. Мен қазір көк болғаннан кейін көк эффект таңдайын мен. Үстіп істейміз. Так. Мен біраз бар көрсетейін бе? 101 балл. 100 емес. 91 балл. Мен топ превью. Астаға артай қояйық. Так, ауызды қоймай қойық. Міне осылай топ превьюді аламыздан готово дегенді бастап сохранитті басамыз. Сохранить етілген күтеміз. И мына жақта жоқ, мынаны басамыз да, міне сохранить в галерея JPEG деген таңдаймыз. Сосын безимен деген таңдаймыз да. Өзіміздің галереямызды сақталамыз. Сосын YouTube-қа кіріп осыны қойып, сол жазған превьюді қойып, сосын превью әдемі және видеода әдемі болады. Әрине енді видеоны өзін жақсы түсірсеңіздер. Ал сіздермен мен болған бүгін Айсо, сол саламатта кездескенше.